Қайырлы күн, менің құрметті тыңдармандарым. Бүгін осы видеода денеде, аяқта болатын жағымсыз жүннен құтылудың бірнеше жолымен бөлісетін боламын. Мұқият тыңдап, өздеріңізге ыңғайлысын таңдап алыңыздар. Және де видеоның соңында өзім 15 жылдан бері қолданып келе жатқан керемет әдіспен бөлісетін боламын. Бұл әдістен кейін жүн мәселесін ұмытатын боласыздар. Және де бұл әдістің бір үлкен плюсы уақытыңызды және де қаражатыңызды өте жақсы үнемдейді. Уақыт өте заман өзгереді, адамдар өзгереді. Біздің апаларымыздың заманда, мысалы үшін, денедегі артық түкке қарауға мұршалар болмаған болса, біздің аналарымыздың кезінде аяқ қолдағы жүн ол бір баршылықтың, байлықтың, молшылықтың белгісі болып, тіпті мода болған. Ал қазіргі кезде қарап отырсақ, аяқ қолдағы жүн бір салақтықтың, ұқыпсыздықтың көрінісі болып кетті. Сондықтан далада болсын, сыртта болсын, үйде болсын, тіпті аяқ қолдың жүннен ұялатын халге жеттік. Қазір жүннен құтылудың көптеген жолдары бар. Солардың әрбіріне тоқтап сіздерге түсіндіріп айтып бере кетейін. Сөзімді бритвадан, яғни бір станок дейді, ұстара дейді, содан бастағым келіп отыр. Дүкенде бритваның түр-түр толып тұр. Қызылды, жасылды, неше түрлі түсті, әйелдерге арналған, еркектерге арналған деп әртүрлі бөліп тастаған. Бірақ дегенмен де бритваның жұмыс жасау принципі бір, денеден шығып тұрған түкті қырып алып тастайды. Плюстарына келетін болсақ, әрине бұл өте тез, өте ыңғайлы, тиімді, әсіресе асыққан кезде бір жерге, бірақ та минустар да бар. Минусы, енді менің ойымша өте үлкен минустары, және қырындыңыз ба, ертең күні түк уже тікіреп, тікен болып өсіп тұрады. Тағы бір үлкен минусы, қайтадан өскен жүн алдыңғысынан да жуанырақ болып, көбірек болып қаулап өседі. Әрине бритва асыққан кезде ыңғайлы, интимдік зоналарға, қолтық қырғанға ыңғайлы, бірақ дегенмен де дененің түктеріне келетін болсақ, ең тиімді жол деп айта алмаймын. Өздеріңіз тіпті байқаған боларсыздар, кейбір әйел адамдар, аяғын қыратын әйел адамдар бірден көзге түсіп тұрады, капрон колготкаларынан жәнегі түктер кішкентай да болса қап-қара болып тікіреп шығып тұрады, өте жағымсыз көрінеді көзге. Сондықтан бұл жол бритваны қолдану ең тиімді жол деп айта алмаймын. Екінші жолы ол депиляция кремдер, яғни жүнді алуға көмектесетін кремдер. Дүкендерде толып тұр, әртүрлі атаулармен, әртүрлі фирмалар, әртүрлі бағада. Жұмыс жасау принципі былай. Адам денеге жағады кремді жүн бар жеріне, жаққаннан кейін біраз уақыт күтеді, сол уақытта химиялық құрамы жұмыс жасайды, яғни жүнді ыдыратып, ертіп жібереді. Сөйтіп болғаннан кейін жәнегіні сүртіп, жуып тастайсыз, болды. Енді мұнда плюсына келетін болсақ, енді жүнді алады, иісі жағымды болуы мүмкін, бірақ минустары көбірек. Біріншіден ол жәнегі химиялық құрамы, жүнді ыдырататын химиялық құрамды ойлап көріңіз, әрине бұл теріге де өте жаман әсер етеді. Бөртпелер болуы мүмкін, теріні құрғатады, қызарулар пайда болуы мүмкін, кейбіреулерде тіпті аллергия пайда болады. Тағы бір минусы, салыстырмалы түрде бағасы қымбат, яғни арзан дүние емес. Тағы бір минусы, ыңғайсыз, яғни оны жағасыз, оны біраз уақыт күтесіз, оны алып тастайсыз, оны жуасыз, ол жуылмайды, өте ыңғайсыз қолданылу жағынан. Тағы бір минусы, ол мысалы үшін бритвамен қыратын болсаңыз, ертең күні жүн тікірейіп өсіп тұратын болса, бұл кремдерді 2-3 күннен кейін жүн тікірейіп уже өсіп тұрады. Яғни уақыты жағынан да өте қысқа. Сондықтан менің ойымша, және денедегі артық жүнмен күресте бұл ең тиімді жол емес. Келесі үшінші жолына келетін болсақ, ол салондық процедуралар. Салонный процедура әдетте ол вакс эпиляция, восковая эпиляция, шугаринг деп аталып жатады. Арнайы салондық ерітінділер болады. Қанттан жасалған, балауыздан жасалған, сол арқылы жүнді алады. Мысалы үшін сіз салонға келдіңіз, сізді отырғызады, аяғыңызға жәнегі арнайы ерітіндіні ыстық не болмаса жылы күйінде жағады. Одан кейін суығанын, қатқанын күтеді. Және қатқан кезде жәнегі ерітінді резко шұғыл түрде жұлып алған кезде жүндер бірге жолынып кетеді. Енді бұл жаман жол емес, шын мәнінде эффективні, жақсы көмектеседі, бірақ та мұнда айтатын нәрсе, өзінің плюстар, өзінің минустар бар. Плюстарына келетін болсақ, 1-2 апта шамасында сіз жүнді мұтасыз. Рахат болады, в общем. Тағы бір плюсына келетін болсақ, келесі жол жүн өскен кезде әдетте әлсіреп, жәнегі азайып өседі. Минустарына келетін болсақ, енді бұл қалай айтса, уақытты талап етеді. Мысалы үшін сіз алдын ала салонға жазылуыңыз керек, баратын жолыңыз бар, барғаннан кейін отырасыз, шешінесіз, оны жағады, одан кейін ол күтесіз, одан кейін жұлып алғаннан кейін обработка жасайды. Сөйтіп үйге жеткен жолыңыз бар, шамамен 1 сағат уақытыңыз кетеді. Үлкен минусы осыда. Тағы бір минусы бұл негізі ауыртады. Әдетте салонға барғанда естіп отырам, қыздар айғайлап жатады, шын мәнінде ауыртатын процедура. Тағы бір минусы арзан емес. Мысалы үшін бізде Алматыда кемінде 5.000 теңге, орта есеппен 10.000 теңгедей болады екен, аяққа жасау. Оны әдетте қыздар аяғына айына 1-2 рет жасатады, кемінде 1 рет жасатады. Енді есептегі ең арзан деген 5.000 теңгеге жасатсаңыз, айына 1 рет жасатсаңыз, жылына 12 рет, мысалы үшін 12 айда. Сонда 60.000 теңге ақшаңыз кетеді екен, кем дегенде. Тағы бір минусы, енді бұл
күтімді талап етеді. Кей кезде алдын ала дайындалып бару керек. Жасап болғаннан кейін де мысалы үшін ыстық душқа түсуге болмайды, кейбір кремдер жағуға болмайды деген сияқты өзінің бабы бар. Осы минусы. Сол плюстар, минустар бар өзінің, бірақ дегенмен де бұл жақсы жолдардың бірі, негізі жақсы көмектесетін, бірақ өзінің минустары бар. Төртінші жолына келетін болсақ, дүкендерде арнайы полоскалар сатылады. Наклейкаға ұқсас, мысалы үшін бір пачкада 10-12 штук болады шамамен әдетте. Үйіңізге әкелесіз де аяғыңызға жабыстырасыз наклейка сияқты, сөйтіп біраз уақыт күтіп, ананы жуылған кезде салондағы сияқты аяқтағы жүндер, түктер сол наклейкаға жабысып бірге жылынып қалады. Енді бұның плюсына келетін болсақ, салонға барған сияқты алдын ала жазылып, уақытыңызды кетірмейсіз, жақсы жуылады. Бірақ минустар да бар. Біріншіден, ол тиімсіз, қымбаттау, жәнегі полоскалар бір упаковкада 10-12 штук болады. Бір қолданған кезде шамамен жартысын қолданып тастайсыз. Одан кейін үнемсіз, бағасы қымбаттау. Одан кейін сіздің қолыңыз үйренбеген болғандықтан, сіз маман болмағандықтан, ананы жәнегі қолданған кезде көп жәнегі қателіктер жібересіз, көп жүндер жұлынбай қалады. Одан кейін тағы бір минусы, ең үлкен минусы өте ауыртады. Салонда сізде мысалы үшін аяғыңызға жағы біреу жылатын болса, мұнда сіз өзіңіз жылуыңыз керек. Не болмаса біреуді сұрауыңыз керек. Осы жағынан өте тиімсіз, өте ауыртады. Менің ойымша ең тиімсіз жолдардың бірі. Ал бесінші әдіске келетін болсақ, бесінші әдіс алдыңғы мен айтқан әдістерден басқашалау, өзгешелеу. Алдыңғы мен айтқан әдістер жүнді алуға негізделген, қырып алу, крем арқылы алу, жылу алып тастау деген сияқты. Ал мынау бесінші әдіс бұл салонда жасалатын арнайы аппараттар арқылы жасалатын әдіс. Бұнда жәнегі эпиляция дейді, яғни жүннен толыққанды арылуға негізделген. Жүннің өзін ғана алу емес, мысалы үшін жүннің өсетін луковицасы бар ғой, яғни буылтығы өзінің тамыры. Осымен бірге толықтай алып тастауға негізделген. Бұнда әдетте лазерлік аппараттар, әртүрлі аппараттарды қолдану арқылы жәнегі процедуралар жүзеге асады. Бұл енді плюстарына келетін болсақ, егер барлығы жақсы болса, жүннен толыққанды арыласыз. Бітті, ал егерде минустарына келетін болсақ, минустар енді жеткілікті, ол бір жағынан қымбат, өте қымбат тұрады. Тағы бір минусы, бір жәнегі процедурадан жүніңіз кетуі екі талай, яғни кейбір адамдар жылдап барады, қайталай береді. Тағы бір үлкен минусы, денсаулыққа зиян болуы мүмкін, өйткені лазер бар жерде, әртүрлі аппараттар қолданған жерде жәнегі сізге қауіпсіздікті ешкім гарантировать ете алмайды. Әсіресе теріге зиян болуы мүмкін. Тағы бір минустарына келетін болсақ, және айтып өттім, жәнегі ұзақ уақытты талап етеді, қайта барасыз, бірақ дегенмен де сізге гарантия ешкім бермейді. Яғни кейбір адамдар ұзақ уақыт барғанның өзінде жақсы нәтижеге жетпеуі мүмкін. Енді минустар осындай өте көп, бірақ плюс та үлкен плюс, бірақ дегенмен де бұл жәнегі әдіс кардинальный болғандықтан көп адамдарға келе бермейді. Ал алтыншы жолы ол электроэпилятор. Өзім осыны қолданғаныма шамамен 15 жылдай болды, тіпті 15 жылдан асқанда шығар мүмкін. Бірде-бірле сынып көрген жоқ, үздіксіз қолданып келе жатырмын. Мен бұны алған кезде шамамен 15 жыл бұрын Қазақстанда енді көрген жоқпын, бірақ шетелден алдым. Содан бері қолданып келе жатырмын. Өте жақсы маған көмектеседі, өте тиімді. Жалпы мен осыны алғанға дейін жәнегі әртүрлі бритва, әртүрлі кремдер, полоскалар, салоны, процедуралар неше түрін көрдім. Енді ол кезде мен қысқа юбка киетін кезім, сондықтан аяғымның теп-тегіс, терісінің теп-тегіс болғаны мен үшін маңызды болды, сондықтан неше түрін қолданып көрдім. Жәнегі салыстырмалы түрде сондықтан айта аламын, мен үшін ең ыңғайлысы, ең тиімдісі осы электроэпилятор болды. Әрине бұл 15 жыл бұрын алынған нәрсе болғаннан кейін ескі модель, қазір бұның түр-түр шығып жатыр. Батарейкамен жұмыс жасайтын, зарядкамен жұмыс жасайтын, әртүрлі массажерлармен, суықтатқыштармен, судың астында жұмыс жасайтын, фонаригімен деген сияқты әртүрлі функциялар қосылды. Бірақ дегенмен менікі ең қарапайым болғанмен, ең басты міндетін атқарады, мені толықтай қанағаттандырады. Сондықтан әзірге осымен сынғанша қолдана беремін. Бірақ сіздер алатын болсаңыздар, өздеріңізге ұнайтынын талғамдарыңызға қарай таңдап алсаңыздар болады. Енді жұмыс жасау принципіне келетін болсақ, мынаның жұмыс жасау принципі, мұнда көп темірлер орналасқанда пинцет сияқты жұмыс жасайды, яғни түктерді жұлып алады, бүйтіп жұлып алады. Тоқпен қазір мен сіздерге көрсетейін. Міне көріп отырсыздар ма? Темір. Екі режимда менікі осы айландырған кезде мына пинцеттер сияқты айланып тұрып, жәнегі түктерді жылады. Қолданылуы өте оңай. Менде мысалы шамамен көп дегенде 15 минут уақыт кететін шығар. Мына жәнегі теріге өстіп жүргізіп отырасыздар, қосып бітті. Тез алады, өте ыңғайлы. Ештеңені қосымша ешқандай құралды қажет етпейді, өте тиімді. Енді сіздерге плюстарын салыстырмалы түрде айта кетейін, мен үшін ең маңызды плюсы бұнда 1-2 апта кемінде жүнді толықтай мұтасыздар.
яғни ұзақ уақыт теріңіз тап-таза болып тұрады. Бритваны қолданғандағы, мысалы үшін ертеңгі күні түктер тікірейіп өсіп тұрса, мұнда ондай жоқ. 2 аптадай шамасы сіздер толықтай ұмытасыздар, иә, және түктерді. Тағы бір үлкен плюсы менің ойымша бұл жәнегі байқағаным, бұны қолданғаннан кейін түктердің әлсіреп, жұмсарып, сирегенін байқадым. Бұл да өте маңызды, иә. Тағы бір үлкен плюсы бұл өте экономично, яғни және қаражат тұрғысынан өте тиімді. Мысалы үшін 15 жыл бұрын алдым, бітті. Ешқандай крем, бритва, тағы бір нәрсеге ақшам кеткен жоқ деп айтсам болады. Өйткені осыны қолданам, бітті. Бірақ рет шығындандым, маған 15 жылға құдайға шүкір жәнегі көмектесіп келе жатыр, иә. Қаражат жағынан өте тиімді менің ойымша. Одан кейін уақыт жағын өте үнемдейді. Мысалы үшін салонға барып, жәнегі алдын ала жазылып, онда барған уақытым бар, қайтқан уақытым бар, отырасың, үйтіп уақыт кетпейді. Мысалы үшін үйдің шаруасы бар, үйдің тірлігі бар, бала шаға бар деген сияқты уақыт әдетте тапшы болады. Сондықтан олар ұйықтап жатқан кезде бір 15 минут уақытым болса отырағап, және қолдансам болады. Өте уақытты үнемдейді деп айтсам болады. Тағы бір үлкен плюсы мына салонный процедуралар сияқты алдын ала дайындықты қажет етпейді, одан кейінгі күтімді қажет етпейді. Өте қарапайым, уақыт жағынан болсын, қолдану жағынан болсын, қаражат жағынан болсын, жан-жақтан өте тиімді мен үшін осылай. Енді бір үлкен минусы, жалғыз минусы, үлкен минус деп айтпай қояйын, ауыртады. Бастапқы кезде әсіресе, бастапқы кезде тері үйренбеген, непривычно, өте ауыртатын сезім болады, бірақ ол бірте-бірте жәнегі сезілмей кете ме, әлде сезімталдығы төмендеп кете ме, әйтеуір уже қазір мысалы үшін әңгімелесіп отырып, телевизор көріп отырып, және қолдана бере аламын. Ауыртпайды маған бұрынғыдай. Енді әртүрлі адам болады, кейбір адамның сезімталдығы өте жоғары болады. Ондай қыздар мысалы үшін обезболивающий спрейлер бар қазір, кремдер бар, соны қолданып, одан кейін қолданса болады, бірақ дегенмен де көбіңізге ондай керек емес болады, қажет емес болады деп ойлаймын. Айтпақшы, мені осы аппаратты алғаннан кейін көптеген құрбыларым маған қарап, менің кеңес алып деген сияқты осындай аппараттарға көп адамдар көшті, біраз қыздар көшті, жәнегі осыны қолданып жүр әлі күнге дейін. Сондықтан сіздерге де бұның пайдасы тиеді деген ойдамын. Құрбыларымның ішінде тағы бір құрбым бар, осыны тіпті мына сезімтал зоналар бар, қолтық, шап сияқты соған да қолданатын адамдар бар. Бірақ өзім қолданбаймын, бірақ дегенмен қолданатындар бар. Енді сұраймын ғой, ауыртпай ма, қалай десем, бастапқыда ауыртады, бірақ біраздан кейін үйреніп кетеді, ауырсыны сезімі қатты болмайды дейді. Ондай да қыздар бар қолданатын, иә. Сол енді. Бұл енді айтатыным реклама деп ойлап қалмаңыздар, өйткені сіздерге бір модельді, бір фирманы рекламировать етіп отырған жоқпын, жақсы ниетпен айтып отырмын. Көп адамға жәнегі пайдасы тиеді деген үмітпен, жақсы ниетпен сіздермен бөлісіп отырмын. Егер сізге осы видео пайдалы болған болса, лайк басып жазылыңыздар. Және де сұрақтарыңыз болса, не болмаса сіздердің өздеріңіздің басқа әдістеріңіз болса, астына жаза кетіңіздер. Барлықтарыңызға мықты денсаулық тілеймін, аман сау болыңыздар.